Бүгін сіздерге дәмді рогаликтердің жасалу жолын ұсынғым келіп отыр. Өте дәмді, шайға тез дайын болады және де көп затты қажет етпейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналдағы көптеген рецепттердің қарай жүріп, каналға тіркеліп, комментарий жазып, барынша қолдап қойыңыздар. Ең алдымен біз 350 грамм ұнымызға 150 грамм сары майымызды тоңазытқыштан шыққан үккіштен өткізіп аламыз. Осылай майымызды ұнға аунату арқылы үккіштен өткізіп аламыз да крошка жасап аламыз. Одан кейін бір шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. 3 ас қасықтай қант саламыз. Және кішкене шымшым тұз қосамыз. Осы құрғақ заттарды араластырып, ендігі кезекте жұмыртқамыз бен айранымызды құямыз. Бір жұмыртқа және 100 грамм айран немесе қаймақ та болады. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Пищевая пленкаға немесе целлофанға салып, тоңазытқышқа 30 минут тындырамыз. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп, әр бөлігін жеке-жеке жаятын боламыз. Ұнды молырақ себе отырып, осылай қамырларымызды жайып аламыз домалақ етіп. Осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Енді кезекте осындай кескіш құралмен кессеңіздер болады, немесе қарапайым пышақтың көмегімен де кесуге болады. Міне осылай әдемі рогаликтерімізді дайындап аламыз. Ішіне салма салуға да болады. Мысалы қоюлатылған сүт, яғни варенка, немесе шоколад, немесе творог, жаңағы ірімшік салуға да болады. Өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Егерде кейбір рогаликтеріңіздің шеті ұзын болып кетсе, осылай шетін кесіп әдемілеп алсаңыздар болады, біркелкі етіп. 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Осылай қызарып, кішкене сәл қызарып піскеннен кейін үстіне қант ұнтағын сеуіп әдемілейміз. Енді сіздерге каналым туралы айта кетсем, YouTube'дағы поисқа берекелі тағамдар деп ағылшынша жазсаңыздар, менің каналым шығады. Және де бұл жердегі подписаться батырмасын басып, қоңыраушаның белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Сол кезде менің барлық шығарған рецепттерім сіздерге YouTube'дан келіп тұратын болады. Қоңыраушамыз біздің қара жану керек. Және де каналға кірген кезде видео дегенді бассаңыздар, видеоның ішінде менің барлық рецепттерім тұрады.